Жаңбыр жауып тұрды даладан. Осылай үйге кіріп, сразу сүт, 2 жұмыртқа, тұз, песокты салып, араластырып, ұнмен блинчикке құймақ жасауға дайындадым. Арасында алма жегім келіп кетті. Дереу араластырып, осылай жаңағы айтқан ингредиенттерді қосып жіберіп, құймақ пісуге кірісіп кеттім. Бірінші қасықты құйып жібердім, бірінші ожауда. Міне осылай 1 минут ұстап пісіріп алдым. Екінші бетіне ауыстырдым, қызартып пісірдім, я. Осылай арасында қозғап тұрдым. Арасында тағы бір алма жеп алдым. Осылай науатты да қосып қойдым шаймен ішуге. Міне менің блинчиктерім дайын болды. Менде 9 штук шықты. Қазір осы видеоның астына не қосқанын жазып өтетін боламын. Сіздер де дайындап көріңіздер. Айранмен де ішсеңіздер де болады, жылы сүтпен ішсеңіздер де болады. Азанғы уақытқа осылай дайындап қойдым. Яғни азанда ыстық кофемен ішіп кетуге дайын тұрсын деп. Қазіргі погодада осындай жылы, жеңіл-желпі нәрсе жегім келіп тұрады. Сендеріңізге саулық, жұмыстарыңызға сәттілік, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Ауырмаңыздар. Осылай мен құсап блинчик пісіріп көріңіздер. Бірақ каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Іске сәт.